Сенің кеше нәтижелеріңді қарадым. Сат деп тұр. Ол сат деген жалпы не? Оны қазақ балдар қалай тапсыра алады? SAT оны әлемнің кез келген нүктесінен тапсыруға болады. Халықаралық тест орталығымен бекітілген. Әлемдегі ең алдыңғы қатарлы университеттердің өзі де қабылдайтын тест 1600-дік балдық шкаламен есептелінеді. Екі адамның екі скиллін тексереді. Оның біреуі критикалық ойлау, оқу сауаттылығы деп айтамыз, ал екіншісі болса математикалық сауаттылық. Кәдімгі ұбт-дағы математикалық сауаттылық пен оқу сауаттылығы, бірақ та айырмашылығы ағылшынша болады және күрделі, 2-3 есе күрделі. Арнайы дайындық талап етеді. Егер де ағылшыннан база немесе математикадан база болмаса, тапсыру өте қиын болады. Ал ұбт-да қалай қатынасы бар? Егер де сол экзаменнен 1600-ден 1250-ден асырсаңыз, математика мен оқу сауаттылығына автоматты түрде 10-нан 10 деген бағалар қойылады. Бұл платный ма? Бұл бір тапсыруы 60 000 теңге тұрады. Дайындыққа, бірақ та уақыт, дайындық тегін пробниктар, тегін дайындалу сілтемелері интернетте таралған кеңінен. Жылына 10 рет тапсыруға мүмкіндік болады. Әр айда 1 рет шамамен. Және солай. IELTS тапсырдың ғой? IELTS тапсырдым. Қандай уровеньмен тапсырдың? IELTS-қа курсқа кірерден бұрын менде B1, B2 деген деңгей болды. Ал курстан кейін IELTS тапсырып болғаннан кейін IELTS-дан 7-де 5 деген балл алдым. B2 деген қандай? Upper intermediate? Upper intermediate. Upper intermediate. Мәссаған.